Ханзада ханым, саламатсыз ба? Бүгін результатыңызды естіп отырып, енді осындай бір видео жазу керек болды. Сіздің результат балаңыздың өте керемет болып отыр. Сол туралы айтып берсеңіз, результат не істедіңіз, бала қай кезден бастап алды? Сол туралы айтып берсеңіз. Қайырлы күн. Мен осы ұлымның денсаулығы үшін келгем осы Global Trend компаниясына. Мен ұлым 40 күндік шақалақ кезде ауырды. Ауырғанда сразу біз реанимацияға түстік. Реанимацияда 1 апта жаттық. Содан 1 аптадан соң палатаға өткізді. Сонымен ұлым жүріп 8 жылдан кейін шықты ауруы. Кешкі ас ішіп отырғанда орындықтан құлады. Сразу скорый шақырдық. Скорый сразу біз детский больницаға апарып тастады. Детский больницада компьютерный томографияға түсірді. Сол кезде врач келді де, ұлыңыз кішкентай күнде ауырды ма деді. Я дегенім, 40 күндік шақалақ кезінде ауырған дегенім, я деді, басында қан қатып қалған деді. Сол қанды алып тастау керек. Уже сүйегін қарайтып жатыр деп айтты маған. Сонымен біз жаңа жылдың қарсаңына батып заявление жазып шығып кеттік 3 күннің ішінде. Балама сироп берді, қарады, олар қалай болатынын. Сонымен шыққан соң қайтадан педиатрына келдім. Міне маған осындай выписка жазып бер дедім. Сіз балаңызды операция жасау керек, соған портал туралаңыз деді. Сонымен февральдың нешесі? Февральда операция жасаттым сол ұлымда. Осы биыл 2023-те, иә? Жоқ, 2019-да жасаттым. 2019-да жасаттым. Иә, 2019-да операция жасаттым, содан жаймен осы эпилепсияға айланды ұлымның несі. 40 күндік шақалақ кезінде қандай диагноз қойып еді? О, диагноз онда ештеңе айтқан жоқ маған. Ұлымды алып кетті, 2 күн бойы өзімді кіргізген жоқ. Реанимацияға. Кейіннен жаймен анда-санда емізіп тұрдым. Кішкентай шақалақ қой. Емізіп тұрдым, көремін, жылаймын, шығып кетемін, көремін, жылаймын, шығып кетемін, солай жүрдім. 1 апта. Қасына кіргізбейді, тек қана 5 минутқа емізуге кіргізеді, шығарады. Сонымен жүрдім да, сонымен ұлыңыз жақсы деді. Олар маған пәлен диагноз деп ештеңе айтқан жоқ. 8 жылдан кейін? 8 жылдан кейін приступ болды ғой бізде. Орындықта отқан жерінен сразу құлады, кешкі ас ішіп отқанымызда. Сонымен сразу скорый шақырдық. Скорый шақырған сразу осы Астанадағы 2-ші детский больницаға апарып тастады. Больницаға апарып тастады да, врачтар тексерді, бірінші компьютерный томографияға түсірейік деді. Сол компьютерный томографияда солай айтты, басына қан қатып қалған, ұлыңыз сол кезде ауырғанда инсульт алған деді маған. 40 күндік шақалақ кезінде? 40 күндік шақалақ кезінде. Сонымен жаңа жылға жақын 28 декабрь еді. 3 күн жаттықта біз шығып кеттік заявление жазып. Сонымен врачыма келдім, мені бізге осындай не жазып берді выписка дегенін, врачым айтты, сіздің балаңыз операция жасау керек деді. Давай портал туралайық деді. Порталды күттік, февраль айында біз операцияға жаттық. 10 күн больницада болдық. Сол операциясы менен біраз олар. Басына жасады, иә? Иә, басына жасады. Басына қатты қан. Сонымен жаймен емделіп жүрдік, басым ауырды деп жүрді ұлым. Енді мына кескен екен бүкіл тамырлар, нерв тамырлар кесіледі ғой. Соның әсері деп жүрдік. Сонымен 2019-дың соңында жаймен балам сөдіргі болғанда үндемей секундтар тұрып қалады, заморозить етіп. Секундтар тұрады, сонымен жақсы болып кетеді. Жаймен докторға айттым, осылай болып жатыр менің ұлым. Кейін сонымен айтқан едім, давайте басын неге түсірейік деді, МРТ-ге түсірейік деді, МРТ-ға түсірді. Сонымен ЭГ-ге мониторға түсірді. Сонымен ЭГ мониторды 1 сағаттыққа түскен ек, невропатолог врач айтты, 3 сағаттыққа түсіңіздер деді. Сода шықты, уже эпилепсия деген диагноз қойды бізге. 2020-да. 2020-да болды. Аха. Сонымен 3 жыл бойы осы ұлымның несі әсіресе күшейіп, сөдіргеге айланып, құлап қалатын жағдайға келді. Не қолдандыңыздар? Дәрігерлер берген бүкіл препараттарды алдым. Басында бар кезде біз учетта тұрамыз, бар кезде беріп жүрді. Сонымен күшейген сайын олар дозасын күшейтіп, препаратты да ауыстыра бастады. Сонымен былтыр... Қандай дәрілер ішсіңіз? Аттары? Бірінші кезде депакин іше бастадық. Депакинді ішіп жүрген кезде арасында витаминдер береді. Бауырға, бүйрекке зиян болады, ішкі құрылысқа деп, о арасында витамин 1 ай бойы ішеміз. Содан қайтадан депакинді жалғастырып жүрдік та, сонымен жаймен күшейе бастады, заморозить еткені. Содан кейін фенипсинге аударды бізді. Кармабазин беріңіз, фенипсин беріңіз деді. Больницаға жаттық қой, біз күшейе бастаған екен, невропатолог больницаға жіберді бізді. Сол кезде
больницадағы врач бізге фенилсинге ауыстырды. Фенилсин ішкенде біздің аллергия болды ұлым. Денесі түгел қызарып кетті. Содан қайтан бір скорый шақырған, скорый инфекционный больницаға барып тастады. Ол жерде де бір апта жаттық, шығады, о дәріден емес, басқа некеден шығады, оларды шығарып жеді. Содан келдік те жалғастырып іше бердік, аллергиясы басылған екен. Содан былтыр 2022-де апрельде сөдіргісі күшейді, құлап қалатын жағдайға жетті. Дәрігерлерден сұрасам айтады, бала өспірім жаста ауру күшейе береді. Енді осы препаратты күшейтеміз деп 600-ге шығады ғой, сол фенилсинді. 600 дегеніміз не? 600 грамм ба, дозасын көбейтті, солай. Қазір сіз Global Trendті қай кезден бастап қолданып жатсыз? Global Trendті осы 2023-тің 23 майда мен договор құрып сразу алып кеттім. 24 майдан бастап беріп жатырмын. Нәтижесі қалай отыр? Қазір дәптеріңіз көріп жатырмын, сіз жазып жатыр екенсіз, болған судорогаларды. Сол туралы көрсетіп кетесіз ба? Иә, мен осы бірінші судорогалар. Бірінші судорога кезінде осы Global Trendтің басында болған. Басында. Ең басында қандай судорогалар болды осы Global Trend қолданбай тұрған кезде? Осы қолданбай тұрған кезде осы үндемей тұрып қалып, әсіресе құлап, аузынан су ағып, күшейе бастады ғой, несін бәрі. Февральда жазған. Иә. Күн сағат сайын жазған судорога. Сағат секундына дейін. 25-те 3 минут болған судорога, 22-20-да 3 минут, 3-тен 15 кеткенде 5 минут, түнде де болатын не судорога? Иә, ұйықтап жатқан жерінен де бола береді. Қазіргі жазып жатқаныңыз Global Trend қолданып бастадыңыз ба? Иә, Global Trend қолданып бастағаннан бастап уже судорога азая бастады. Күніне 3 рет. Иә, 3 рет, 4 рет солай жаймен азая бастады. Міне сенесіз ба? Соңғы рет міне нешесіне болды? 29 күні. Бір рет қана болды, иә? 28 күні сол таңертең болды, кейін түнде болды. Бұл жай ғана секунд тұрып қалған кезі. Сонымен 3 минуттық деген жоқ уже. Жоқ уже, минут қана болып жатыр. Содан 29-нан кейін түнгі сағат 2:30 ғой, енді 2:26-да 1 минут болды. Содан 19 күн бойы судорога болмады ғой бізде. Содан 8 күні болды, 9 күні осы 3 рет болды. Осымен 10 күннен кейін уже судорога деген бізде азайды. Керемет нәтиже бізде. Өте керемет. Бүгін тағы продукцияны алыпсыз. Иә. Global Trendтің. Өте керемет, мынандай нәтижесін көріп жатқаннан кейін алып жатсыз ғой. Иә, алып жатырмын, туыстарыма беріп жіберейін деп жатырмын. Жолдасымның несін айтыңыз, результатын, керемет нәтиже. Менің жолдасым есім кіргелі басым ауырады дейді. Бір басы ауырған кезде анальгин бір ішкенде қоймаса, екінші анальгин тағы ішеді ғой. Содан кейін басылады. Цитрамон әсер етпейді. Сонымен Сәндігүл ханым осы Global Trendтің продукциясын алғанда күн ысып кетті ғой, сол неде. Сол кезде айтты, давай жолдасыңызда өзіңізде іше беріңіздер деді. Іше бастадық. Біз бірінші ол үшін деп жүрдік қой. Өзімізді ойлаған жоқпыз біз. Сонымен не ағылып, жолдасым ішті таңертең. Кешкі жұмыстан келгенде басым ауырып жатыр деді. 3 күн бойы қоздырды ғой басының ауырғанын. Сонымен 3 күннен кейін қойды жолдасым. Басы әзір ауырмайды ғой. 40 жыл ауырған басы қазір? Иә, 40 жылға есім кіргелі ауырайды дейді. Мысалы үшін әзір менің жолдасым 51-ге келді. 10 жас деп есептеңізші, 40 жылға ауырды ғой енді ол. Өте керемет. Иә, өзім де керемет нәтиже алып отырмын. Бүйрегім ауыратын еді, бүйректерім ауырғанды вообще қойды. Энергия деген керемет енді. Айта алмаймын енді. Ал енді Өзбекстанда сіңлімді айтыңыз. Туысқан сіңлім айтпаған ғой маған. Басым ауырды, жұмыста жүріп тайып қалып қалдым деп солай айтты. Сөйтсем ол сіңлім инсульт болған екен ол да. Сонымен басым ауырды дейді, хижамада жасады, системада алып жүр 1 жыл бойы. Сонымен мен айттым, давай сен осы компанияны қара дедім. Интернет деген әзір дамыған заман. Ютубтан қара, әйтеуір қара дедім, сөйтіп қара бәрі не қылды. Ақшасына дейін тексерді ғой ол. Ал біз мына, мысал үшін, мынаны 50 мыңға алып жатсақ, ал ол жерде 75 мың теңге. Сөйткен сіңлім айттым, давай сен бір несі болса да іше тұр деді. Давай мен 25 мың дайындап тұрайын деді. Жолдасым айтқа қатысы ауылға барып келді. Давай мен 25 мыңға осыны алып берейін, сен әзір 1,5 ай іше тұр дедім. Жарайды деді.
Ол да бір 2-3 күн ба 4-5 күндей бас ауырды. Сонымен әзір дейді керемет дейді ғой, басым ауырғанын қойды, көзім ашылды өмірге деген деп жатыр ғой. Бас ауру деген адамды жеп қояды ғой өмірде. Керемет. Енді Алла тағала балаңызға, бүкіл семьяңызға енді осы ішіп жатқан бальзамдардың енді шипасын берсін. Балаңыз енді ертерек емделіп кетсін. Амин. Иә, сондай енді әр үйдің баласы енді мына денсаулық жағын көп қараймыз ғой балаға, әр балаға. Сол енді бальзамдар көмегін берсін, Алла тағала. Иә. Көмек бере берсін сіздерге. Әуелі Алла, себепші Сәндігүл ханым. Сәндігүл ханымға алғыс айтудан шаршамаймын мен. Алғысым шексіз, мың алғыс айтамын. Алла разы болсын. Сабыржан мырза да күйіп түсіп бәрін түсіндіріп жатыр ғой. Заман ертең барып не алыңдар деп. Керемет, рахмет сізге. Осы туысқандарым алып жатырмын, ертең жолдасым барады, беріп жерім бәрі. 300 мың теңгеге алған затыңыз өте керемет. Бәріне енді қолдансын, бәрі денсаулық жағын бәрі дұрыстасын. Әрине бірінші Алла. Сондықтан шипасын бере берсін. Амин, айтқаныңыз келсін. Рахмет.